Магазиннен кола сатып алдым да, ішін ашып қарасам, ішінде бар екен. Осылайша ішейін деп едім, бірақ одан нан жасайын деп шештім. Онға дрожж, шекер, тұз салып жақсылап араластырдым да, үстінен коланы құйып, жұмсақ етіп қамыр илеп алдым. Табаны майлап, иленген қамырды қойдым да, 1 сағатқа тындырып қойдым. Дайын болған қамырды алдым да, 6 бөлікке бөліп алдым. Қамырды дөңгелетіп алдым да, 15 минутқа тындырып қойдым. Тынған қамырларды сопақша етіп жайып аласыз да, шетін орап аласыз. Қамырларды енді әдемілеп тұрып өріп аласыздар. Пергамент қағазды майлап алып, нанды қоямыз да, жарты сағаттай тындырып қоямыз. Тынған қамырдың үстінен жұмыртқа жағамыз да, 30-35 минут 190 градуста пісіріп аласыздар. Коладан жасалған дәмді әрі жұмсақ нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.